Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге табада 5 минутта дайын болатын пиццаның рецебімен бөлісемін. Өте дәмді әрі жылдам бір жасағаннан шығатын рецептердің бірі. Қамыры тек қана 3-ақ ингредиенттен тұрады. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан соң үстіне 8 ас қасық қаймақ және 8 ас қасық ұн саламыз. Енді осы массаны бір келкі болғанша түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып шығамыз. Енді алдын ала қызған табаға 1 ас қасық сұйық май құйып, жан-жағына жеткізіп жағып шығамыз. Енді осы табаға және дайындаған массамызды құйып, жан-жағына жеткізіп жаямыз. Пешті қатты қыздырмай, орташа отта ұстаймыз. 1 минуттан соң табаның қақпағын ашып, 1 шай қасығы кетчупты жағып шығамыз. Енді пиццаның бетіне салатындарын дайындаймыз. Колбасаны алып, жіңішкелеп турап, әрбірін 2-ге бөліп шығамыз. 200 грамм ірімшікті, яғни сырды тергілейміз. Пиццамыз күйіп кетпес үшін пиццаны құйғанға дейін алдын ала салмаларын дайындап қойғанымыз дұрыс. Енді колбасаларды табаға салып, қақпағын жауып қоямыз. 3-4 минуттан соң қамыры көтеріліп, қамырымыздың піскені көрінеді. Бетіне сырды салып, қақпағын 1 минутқа жауып қоямыз. Піскен пиццаны бөліп, дастарханға әкеліп қоямыз. Пиццамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әрі дәмді, әрі уақыт жоқ кезде өте тез пісетін, бар жоғы 5-ақ минут уақыт кететін сондай дәмді пиццаны болып шығады. Алдағы уақытта каналыма көптеген рецептер шығады. Торттардың құпиясын білгің келсе, каналыма жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қой.